қалдық та, қол жаптыра алмай қалдық. Қиға түсіп қалдыңыздар да, микрофондар түсіп кеткен моменттер болып қалды, музыкалар өшіп қалған моменттер болып қалды тұрады. Негізі жақсы болды шоу. Ата бізді ешкім танымай қалмақ та қойсын, а? Жұп болсын деп қоймайсыздар ғой ме? Солдан қатырдығы кездері, тоба. Анымызда кейінгісі, бұл шығармай негізі, мен бір баламен сөйлешкем да. Анан, бірінші отношения башталғанда, только жақсы жақтарын көрсетесің ғой, менде дағы сондай болғанда. Кейін уже бір айдан кейін, андай характерлерім шығып баштағанда, сен нормальный қыз деп сөз жауаптың көрсесен что-то деген да. Анан атайы мен Қазақстанда бір шындарын оққанда, ошоны авторын тауып тұрып, ошоларыңызды беріңізші мен ырдайын, потому что мен башыман өттіле деп. Атайын ырдағанмын, өзіңіз тұрға алғаныңыздар қыздар, а? Пожалуйста. Қызық екенсің деген шығарма жаңырсын, қалғаныңыздар. Тоже шаңдау, тоже қолдау, қоштаудыңда шаңдай қойдыңыздар. Музыка деген бірінші медиа. Ошындай биз негизи концерт берелекпиз. Ошындай жолубузду берип, биз дагы ошундай сонун көрөрмандар чогултуп, сонун концерттерди берели. Негизи Сада акемдин аялы өзүм подружкам болчу. Нагреби өзүмө жеңе болуп калды. Же аячтай албай, же бул жакты жеңе дей албай, ортодо калып кеттик. Алысың деп алсаң. Өзү жоктун өзү кылбыйдак да. Сада акеди эски айсыз. Чоң рахмат, барыңыздар. Рахмат. Андреа Сада, молодец.
Bu formanı giyiş ömür boyu armanı mı neden? Appak giyip appak nesler giyiş armanı mı neden? Hiç etti almaydılar ne var mı? 9. etajda yaşayayım da. Giyip 1. etajına tuş küçük minerin kiri kılıp oturdu. Az mına жерден paketlaşmasam болып кетті өшерден алып келдім. Рахмат. Қол шапқандар бар болыңыздар. Сіздерді білмеймін, мынаны киіп алып өзімше де бақыттымын ғой. 35-ге шыққанда кидім ақыры. Біреу кисе шағалап қарай береді екен. Бұрын ақ нәрсе кисем мына тіректер масқаралайды екен. Артист бола аласың ғой дейді мына. Азырын мұны не десе қоша бересің. Рахмат. Не деп аттым? Қол шапқандарға рахмат депті. Андан кейін сол айтайын. Қол шапқандар негізі рахмат, қол шапқандар бай болсын. Қол шапқандар бай болсын. Екі бетің бай болсын. Таласында жай болсын. Үйінде Wi-Fi болсын. Даңғыстанғанда чай-пай болсын. Ата-бола келген жолыңыз пай-пай болсын дейсің. Кім қол шаппаған болса, илайын шашы түшіп қалсын. Қышындасы үшіп қалсын. Маға десе бір үшіп қалсын. Өзіме, ойнай. Gelген kızlar gelinlerden alaydım. Рахмат, әшіне бар болыңыз. Бүкте қойыңыз. Alaydım dönemden. Рахмат, бар болыңыз. Рахмат. Өзімнің классташым. Бұл чағып қойсаңыздар бола береді. Ойлы ғой, сабықты өліп қойды, аз аяқ өлтіріп те олып. Өзім классташым. Реалмеке нормально. Чамынға сал отыршады. Өздері келесі олады, білем, маған бәрі. Не болса шығасың. Мен бөлер Құдайға шүкір настырғандарым жақсы. Концерт беріп тұрып, анандағы сүйіне тұрған десем, биыл чоң қызым 1-ші классқа барды. Өзім жүре бақтым болды. Bir уақытта мен 1-ші классқа барғанда, менің қызыма барып, бірақ мектепке барғанда уже қызық оқия болды барған. 1-ші классқа тапшырғанда қызық оқия болды. 1-ші классқа алып бардым, тапшырдым. Қызыңызды түштен кейін алып кетесіз деді. 1-ші классқа беріп, үйге барып, түштен кейін барсам, қызым 2-ші класс болып қалды. Қандай? Ата мен 2-ші класс болып қалдым. Мен қызым жақсы оқып кетті, же азырқылар 1-ші класста түске шейін оқып қайта алғандай. Түсіне қалдым. Осы ғымда білім беру министрлігіне қайырлайын деп шештім да. Видеоларға тартып тұрып жүрмін. Қызымның білімі бойынша білім беру министрлігіне қайрама тұрады, архитектураға қайрыламын. Архитектураға қайрылсам, қызым оқыған мектепті бұзып, орнына бір том салып қойғызым. Соңынан білім беру министрлігі, егер сөзім жетіп отырған болса айтайын деген тұрады, не қылып атасың, деген кетеді. Біз мұна іште атауыз, дегенері келі атауы, же бізді тұпай көрет асаңары. Біздің үстімізден күліп атасың аны білмем, мектепті неге 12 жыл қылып қойды дедім, да? Азырқы балдарды түске шейін оқыта алмайсың, 12 жыл қанша оқытасың, тұра? Анамдағы неме болып тұр. 25 майда жыл ақырғы қоңырау алатылыға, мектеп аяқтайды ба? 25 майда 29 майға жылдырып қойды. Өтуға 4 күн бар екен. Не олап 4 күн бар? Же балдар, оқытшы қыздар, балдар, 4 күн қалдыр, давай да сұрашта жақсы оқу өрелі дейін. Мен ойландым да, неге 4 күн жылдырып қой, өзімше ойландым. Менімше білім беру министрінің рестораны бар да, 25-те заказ алған бар ма, Мен 20 сыныптар тойлағыз әділесе кейін 29-да жылдырып қойды бір басашы. 25-тен 29-да заказ алды деймші.
Антейін десем, дағы бір өзі ойқай қалды, аяқ шолым чоңайып қалып тұр. Қаншада оқытасың десем, 5-6-да дейм. 5-6-да, 5-6-да. Қандай 5-6-да десем, şu 5. класста, 5. классындағы, 6. классындағы программасын бері оқытамыз қашады. Ошаны жөніне мінді ептеп, елдің башын айландырған жөніне 11. классында тем ойбайсың аны білемін да. 12 жылын çoğuyup anam 5 мен 6'ını çoğu okuttum. Birine baksam 2'ye 8'de verip. Şöyle de bizde başkanlık odada bilim vermiyorsunuz için var mı? Yani misal için bize aytaklar 11'de bitti mi? 11'de bittim ha. Ayısına tapşırdım dese, falancaga tapşırdım dediler de. Hazırlıklar 11'de bitti mi? 11'de bittim. Ayısına tapşırdım. Tapşırdım da onun için 2. klasta okutam değil. Sözden tuğa gelmeye kadar. Daha aytalmaydım bana falan mı? Anısın belli, dağı бұғанда несі чейіп қалды. Азыққа кішінеге оқушыларда ментальный арифметика деген бар екен. Мұнда тұрып қолдарыменен мындам деп білесің қошып. 500-ге 300-ге көбейтсем десем, мындам. Аны 400-ге бөл десе, 400-ге мындам бөліп тұрып. Мындам қалып қайрап мындам тұрып, миллионға көбейтіліп, бір нәрсе қылып шығармынан. Бірақ тура тауып өткен бар ғой. Мындам қалып. Мен мұнда қылып көрдім, еш нәрсе қосылмайды. 3'e 3'lü koşamıyorum. Mındam. Hayranı 3'e durarım. Mındam. Bizim vakta kaç toktatlı, bizim vakta bir toktatlı. Taşlandım 5 alması var dedi. Anın ekosunu dastana berip koysa taşlanda kanca alma var. Dastan neye taşlandı almasından baktı söyledim. Yok sen düşünme, sen soruğa cevap ver, merakına girişme. Taşlanda 5 alma var. Anın ekosunu dastan alıp aldı. Taşlanda kanca alma var. Bir olsa bundan da resim topuyla. Bundan resmi çoğu kapat. 3 tane. Ben o şu 3'lü de kaytarmaydım. Taştan da almak olmadı da kaytardım. Neye taştan da almak olmadı? Biz bayağı cep koyduk, acaba değil. Yine atayacağım. Hazırlıklı okular üstündeyken bilmesi gibi. Bundan. Bir türlü bilesin boşuna sandalye şu an. Biz bu vaktan devletler bundan da şapraklar tanesi. Taştan da 3 alma var gelecek he. Biz düşündük. Qanday olmasın bizim mektep uçuruz kızık bolğan eken. Endi aytaversen kızıktan. Misal üçün birinci sentyabr özünçe bir çoğun bayram biz üçün. Жаңы жылга карaganda birinci sentyabr çoğurak bayram da. Birinci sentyabrga чейин августта sentyabrga кийим кылыш өзүнчө bir bayram бар го. Август киргенде атам менен апам сүйлөшөт да. Sentyabrda да балдарга кийим кылайын дегенде настроение асылатам деп. Atam bilan o'ylab turib, "Qo'ydim, mani ertalab qo'ydi sotayla." Qo'ydi sotib bilasizmi, birinchi o'zim. Tungi soat 3'da ketasiz. Al vaqtda bunday mashina ko'rmasin, porter sektor jo'q bilan. Soat ertaga 3'da tungi soat qorong'ida ketasiz, bo'lmasara qarab qo'yamayman. Borib uyqusirab, bo'lmasa eshikda turasiz, deydi. Ana bu yerga fotoğraf sotib olib ketgandan keyin aqchani olib atam bilan bozorga chiqasizmi, apam ertaga. Men bir xarakterim bor edi, atam bilan apam aytib berdi. Sen şunda karakterin var dediler. Bozorga tushganda giyim almayınca söylebeydiler deydi. Giyim alıp bütünden keyin şaşılık jeyip atadi etkenler. Kıtırlar o'xshaydilar bilen. Biroq eslerde sentyabrda giyim qilib tushasizmi da appoq ko'ylak, qara shim, remen, bir tufli. Buna maga ishonmaganda atam men apam chiqib tuflini yutib qo'ydi deb tag'in krossovka qo'shib qo'ydilar. Almoq ketdi deb, жаңағы ryukzaklarni asinib olib borib uyga olib borib kunda kiyib yurasan o da. Günde keçki mal giyip veriyorsun. Uyga konak gelip mesela sekin böyle giyip bayağı konaklardan çıkılasın.